Біз фермерлерге суармалы суды арналардан тікелей беруге дайынбыз. Бұл туралы Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи министрі Мағзұм Мырзағалиев Алматы облысына жұмысы сапары барысында айтты. Министр Бартоғай су қоймасының жұмысымен танысып, суармалы судың жаңа тарифін талқылау үшін жергілікті фермерлермен кездесті. Ведомство басшысының сөзінше, суаратын су тарифтерін көтеру шаруаларға суды техникалық шығынсыз жеткізуге мүмкіндік береді. Суаратын суға тарифтерді көтеру бұл мәжбүрлі шара. Тарифтердің деңгейі Қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорнының магистральды арналарды ұстауға арналған шығыстарын өтемеді. Олардың жағдайы нашар болғандықтан техникалық шығындарға байланысты су фермерлерге жетпейді. Бұл маңызды мәселелерді шешу қажет. Естеріңізге сала кетейік, биылғы жылдың 1 мамырынан бастап елімізде суармалы суды беру тарифінің 1 текше метр 0,421 теңгеден 0,739 теңгеге дейін өсті. Шаруа қожалықтары каналдардан су алу үшін ауыл шаруашылығы тұтыну кооперативтеріне бірігеді. Осы тариф бойынша жиналғанда біз бардық, аудан әкімшілігімен бардық. Оларда халық қайттық. Егер халық өздеріне шешсеңдер, егер ортамызға делдал керек болмаса, СПК керек жоқ болмаса, бағана қосымша шығындарды өз мойнымызға біз алуға дайынбыз. Ол қосымша адамдарды аламыз, жаңағы мультихозяйственный каналдың жағдайлары нашар. Ол каналды бәріміз доверительный управлениеге әкімшіліктен алып, өзіміз тікелей крестьянға дейін су жеткіземіз. Тікелей су жеткізгенде судың бағасы өзгермейді. Водоводилдағы баға крестьянға сол баға барады. Әрине, крестьяндар көбісі келісті онымен. Қазір біз тікелей осы крестьяндармен келіп шартқа отырып жатырмыз. Министрдің айтуынша, ауыл шаруашылығы өнімдер кооперативі арналарды жұмыс жағдайында ұстауға қаржы салуы тиіс. Сондай-ақ ведомство басшысы су үнемдеу технологияларына көшу маңызды екенін, бұл өнімділікті арттыруға ықпал ететінін атап өтті. Біз қосымша шығындардан құтылу үшін шаруаларға тікелей су беруге дайынбыз. Бұл ретте Қазсушар су шаруашылығы объектілерін ұстауға жұмсалатын шығындарды өз мойнына алады. Ауыл шаруашылығы өнімдері кооперативіне қойылатын басты талап тарифтерді көтермеу және шаруашылық аралық желілерді жөндеуге, арналарды тазалауға қаражат салу. Осылайша фермерлер өз қаражатының қайда жұмсалып жатқанын білетін болады. Мағзұм Мырзағалиев Бартоғай су қоймасының гидротехникалық құрылысымен танысып, Қонаев атындағы үлкен Алматы көлі филиалына аймақтардағы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін суармалы сумен үздіксіз және ұтымды қамтамасыз ету бойынша нақты міндеттер қойды. Аслан Жеңісұлы, Мирза Мұқаш, Эконьюз.